Как ты, Ереке? Ана сороны паласан басып өткен. Мынаның бәрін давай тазалайық, Ереке. Қара, мынаның бәрі мәжбүр болып отыр жүруге. Автокөлігіңді алмайсыз ба сіз? Жоқ, болмайды да, бұл жердің өзі машина сыймайды ғой, екінші машина. Екінші машинадан паласан басады, кейін 6 ай жүргізіш куәлігінен айырылады. Мына кім болса ол болсын, маған қызығы жоқ. Жол ережесі бәріне ортақ. Енді не істейін енді? Соседім болса, ол үйде сосед болады да ол. А бұл жол ережесі қағидасы бәріне ортақ. Жоқ, қазір қояды ғой, шетке қояды ғой. Шетке қояды. Мынаң егесі кім? Жоқ, жол ережесіне кешірім деген нәрсе болмайды ғой. Сіз мына паласан басып, еще одностороннийға шығып кеткенсіз. Қалай шәке? Денсаулықтар қалай? Мына кейінгі өтіп отқан көлікке сіз кедергі келтіріп отырсыз бұл жерде. Енді жол ережесін мен сізге түсіндіру шарт емеспін ғой. қайда? Бағынбай жатыр ма? Телефонмен сөйлесу ол коррупцияны есептеледі. Болмайды. Ереке, кейін мынау. Мырза. Инспектор, мынау одностороннийға шығып, еще паласан басып отыр бұны. Бұл жол ережесі бойынша не болу керек? Жүргізіш куәлігінен айырылу керек бұл. Қарамағас қойшы, тем более. Паласан басып өткен ғой бұл кісі. Әне бізде районның мектептің алдында қандай бардақ болып отыр. Жол ережесі қағидалар сақталмайды.